Мен сол шаршай беретін едім. 2 күн шаршап жүрдім, ұйқым келіп отырды. 3-ші күннен бастап уже жақсы бола бастадым. Тамақ ішкен жоқсыз. Сауығып кеткендердің айтатыны бар ғой. Ой, біз қарнымыз тоқ деп, сонда онша қалай болады екен деп онша сенген жоқпын да. Ал келген екен көрдім, мен қазір тамақ ішіп алған адам сияқтымын. Түк қарның ашпайды ғой, тоқ сезім. Әрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүрген тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, міне 91-ші ағымды мәреге жеткіздік. Сол ағымның ақ жүректі, кең пейілді адамдар келіп, сіздермен өзінің алған әсермен бөлісейін деген ізгі адамдар келіп отыр. Соның бірі Мираш қарындасымыз. Мираш, қандай мәселе осында алып келді? Және не көрдің, не түсіндің, осы жерде не түйдің? Мені алып келген мәселе, менің аяқтарым, буындарым ауыратын. Осы қолым, саусақтары да ауырады. Сол ана пандемия кезінде сол асқынды. Пандемиядан кейін және бір нелерін алдық қой, прививкаларын. Соны 2 рет алған екен уже асқынды. Сонда да елемей жүре беремін енді, жалпы қатты ауырмайды ғой. 1 жылыма кокс артроз деп, мына аяғымды аламай қалдым. Содан кейін кішкене емделдім. Сонда да жылда санаторийға барып тұрам. Ал енді мен сіз туралы, сіздің мына жан мен тән орталығы туралы мен Инстаграмда, Фейсбуктан көрдім ғой деймін. Осыдан 3 жыл бұрын ба көріп қалдым. Содан кейін соны тыңдап жүрдім, маған ұнады, бірден ұнады. Жан мен тән деген атының өзі ұнады. Ойбай, бұл не екен өзі деп қарадым сосын. Содан кейін соны сіздің айтқандарыңызды, лекцияларыңызды тыңдап сөйтіп жүрдім. Сөйтіп, жақсы екен ғой деп жүрдім. Бір күні былтыр Алакөлге бардым. Сөйтіп Алакөлге анау Семей жағына бардым. Семей жағына барған кезде барлық арасаннан келе жатқанда бір таксисіміз, мына жерден бір саумал ішетін едім, ішейінші, сендер тұра тұрыңдар деді. Сонымен сол жерге кіріп кетті. Егер саумал болса, біз шақыр дедік. Сонымен келіңдер деп біз шақырды. Сөйтіп бір үлкен шатырлы үй екен, 5 бөлмелі ма? Қасында времянкісі бар екен. Сол времянкісінде саумал береді екен. Кіріп барсам, Ахметбек аға отыр. Ойбай, Ахметбек аға қалайсыз деппін. Сөйтіп қасыңызға отырдым ғой. Жарбұлақтағы. Иә, Жарбұлақта ғой. Сөйтіп, ой, мен сіздің орталығыңызға барам, мен барам деп. Иә, жарайды, кел дедіңіз. Сонымен таксиден бірге келіп қалдық. Таксиде бір адам отырады, алдыңғы орын босатыңдар деді бізге. Жарайды дедік, артына үшеуміз отырып алдық. Bir кезде сіз отырдыңыз. Ой, қандай күшті болды дедім. Есімде 3 келіншек отырды. Иә. Сөйтіп мен сізбен қалай сөйлесуге болар екен, төбе деп бір сізбен сөйлессем ғой деп армандадым ғой. Сөйтіп, енді мен сіздің жаңағы лекцияларыңызды постоянно тыңдаймын. Өз бір шаршасам да, ваннаға түссем де қойып қоям, анан бір әр сөзіңіз көңіліме қонады да. Енді ол бетіне мақтағандық емес, шынымен сол үшін келіп отырмын ғой мен. Мысалға, ол бір жерге келу үшін оның көшбасшысына алдымен сену керек. Ал көшбасшы мықты болмаса, соның сөзі көңіліңізден шықпаса, сіз ол жерге келмейсіз. Талай адамға айтып жүрмін, мен келмей жатып. Мен жан мен тәнге барам, Ахметбек ағаға барам. Біреулер подружкаларым айтады, ей, сол суық сумен әне жерден шомыламайсың ба? Оның айтатыны жаңағы неме, суық сумен ашығу ма? Ашығу интернетте толып тұр. Суық су интернетте толып тұр. Соны істей салмайсың. 200 мың беріп, не үшін барасың сол жаққа дейді да? Барам мен, бәрібір барам. Ол жерде 16 басқа да әдістер бар. Ол сенің жаңағы психологиялық көмек береді. Ол сені жан-жақты көмектеседі десем, онша түсінбейді. Қойшы дейді, өзің бәрін керек оқып алмайсың ба дейді. Сонымен қысқасы келдім ғой сөйтіп. Бауырларыма да, анау коллективтегі мұғалімдерге де бәріне де айтып қойған, мен биыл сол жаққа барам деп. Қарап отыр ғой енді. Қарап отыр ғой, не болар екен, біреулер қайға кеткенін білмейді. Соныменен келдім, енді мына жер тұрған жерде өте тамаша. Анау Алмарасан жақта тұрған кездеріңізден де білем. Ана тастай суға шомылып атқан кезі, әне бір әйелдің бір кемпір не дейді? Ой, рахатай дейді ғой, мұздай суды құйып алып ше. Шымкенттен келген апа ше. Рахатай дейді. Мынандай ойылып қалған, бірақ астынан қатты ағып жатыр. Мен мына жерге түсетін болсам, қатты ағысын ананың астына кептеліп, мынау мұздай суға түсем деп өліп қапты демесін. Қой, мен сыртында тұра берейін дедім да. Бір кішкентай өзі шелек бар. Ана мұздың үстінде жалаң аяқ тұрып, батырып құя берді. Ойбай дейді ғой, мынаны көргеннің бәрі. Жаурамайсыз ба, ана аяғыңыздан өткен жоқ па дейді. Ой, рахат деп құям ғой.
Одан кейін енді соны шелекпен қиып шомамыз, ата бір рахаттанып шоматын жер жоқ. Рахман-рахим, Алла ем болсын. Бір аптама болды ма, онкологияның анализдерін тапсырыңыз, келіңіз деді. Жаңағы айтты, мазок бәрі жақсы сізде деді. Енді ана жерде естігенде масадан құсап бір құлайын деп қалдым ба, бір түрлі болып қалдым. Шын ба, өтірік па деп. Бізде де жоқ деді ғой. Құлантасы да. Өлә, сыны кейін енді ағайынның несіне барып айтамын деп жазбай отырған ем. Жоқ, шыдай алмап жаздым. Чатқа жазып жібердім. Ағай рахмет, осындай нәтиже шықты деп. Сонымен әйтеуір ниет қылып осы жерге келдім. Енді келгеніме мен өкінбеймін. Өте тамаша. Бұл жердегі сіздің бастамаңыз бүкіл жаңағы дәрісіз емделу деген атының өзі керемет, ең бірінші. Дәрісіз, уколсыз емделу деген өте керемет. Маған бірінші көңіліме қонғаны сол. Одан кейін барып бүкіл қарап тұрсам онкологияға шейін жазылып жатыр. Біреулер айтты, қой, талбаса онкология деген емделмейді дейді. Жарайды, қой, соны таласпаймын да. Енді сол жаңағы шынықтыру, таза ауа, сосын анау психологиялық көмек. Енді мен соны біліп келдім ғой енді, өзіңді өзің емдейді екенсің деп. Ал енді сол сенің миыңды өзгерту дегенді мен осы жерге келгенде түсіндім. Бұна денсаулықты қалпына келтіру үшін тек қана суық суға түсіп, жаңағы йоганы жасап, тыныс алу жаттығулар олар аздық етеді екен. Себебі біздің миымыз басқарады ғой. 80% мұнда деп. Иә, сондықтан біз миымызды өзгертуіміз керек. Яғни біз өзімізбен өзіміз жұмыс істеу керек екенін мен осы жерге келгенде көбірек түсіндім. Қанша рет тыңдап жүрсем де, ол көзбен 1000 рет тыңдағанша бір рет келіп көзбен көру керек екен ғой. Сол жақсы десең де, жаман десең де. Жаман десең жаман екенін көресің, жақсы десең жақсы екенін көресің. Сөйтіп осы жерге келген кезде тағы бір риза болған, мен сіздің энергияңызға риза болдым. Жас жігіттей міне пружина сияқтысыз да міне. Барлық қазақ осындай болса, сосын сіздің анау сізді көтеріп тұрған сол бүкіл қазақты көтерсем, қазақты сауықтырсам, қазақ елі бірінші мемлекет болса екен деген дүние жүзіндегі сондай үлкен ниетіңіз ғой деймін, сіз осындай қылып тұрған. Мүмкін. Иә, сондай шығар. Айтам ғой, қаншама көп үлкен мақсат қойсаң, соншама саған энергия беріледі. Иә, сондай дейді ғой, сондай шығар деп ойладым. Енді тағы да мен айтайын деп ойлағаным. Сізді мен өзім риза болғаным, енді мен баяғы мынау кең байтақ жерімізді найзаның ұшымен, ақбілектің күшімен қорғаған аталарымыз бар ғой, рухты аталарымыз, иә. Солар қалай, бомба жоқ, басқа жоқ, қалай қорғады осы кең байтақ жерді. Себебі олар анау аталарының рухына не қылады екен. Әруақ деген кезде сол рухтар келіп 100 адам, 1000 адам сияқты болып көрінеді екенде жауына, содан кейін жауы тырқырап қашады екен. Міне сол аталардың бірі келген сияқты, немесе жаңағы Мағжан Жұмабаевтардың біреуі келген сияқты болып сезіндім. Менді осы жан мен тән орталығы үлкейе берсін. Бүкіл қазағымыз жаңағы барлығы сау болсын. Біз жалпы қазақ халқының өзі жаңағы әлемдегі Құдайдың сүйген елі дейді ғой. Мына тұрған жеріміздің өзі Құдайдың жаңағы жақсы көретін пендесіне берген жері деп айтады да, мен өзім түсінігімше. Сонда осы біз қазақтың өзі рухты елміз. Ал енді осындай рухты елдер сорлы болмау керек қой оның ұрпағы. Сондықтан әр қазағымыз сіздей болсын деп тілеймін. Рахмет. Денсаулыққа қалай, оң әсері бар ма? Бар. Мен бірінші күні суға түскен кезде тізем қақсады. Мына тіземше, ойбай, не болды, мынау ауырып қалатын болдым ба, не болдым. Бірақ ол ана қозғайтын шығар, ауырған жерді, любой нәрсе ауырған жерді қозғайды ғой деп ойладым да. Одан кейін қорықпай ертеңіне түсе бердім. Енді үйге барғаннан кейін өзім сайранның қасында тұрам. Сайранға түссем бе деп ойлап отырмын. Неғұрлым ваннаға да мұзды салып қойып, ваннаны кетіп, пластик бутылка болады ғой. Басын кесіп сап, мұзға қатырып қоямын да, мен соны суға салып, соған 2 рет сүңгіп шықсаңыз, соның өзі керемет. Енді бағана мен риза болғаным, бірінші қатарда отырып, бәрін жазып отырды. Енді кешірімшіл болдың ба, кешіретін болдың ба? Кешірмеймін. Ешкімді кешірмеймін. Мен осыны үйретем, бірақ адамдар айтады, не мынау, не шатып жүр, сонда кешірмесең ол қалай болады? Адамды қара жүрексің ба
деген сияқты әңгіме айтады да. Үйге жаздыңдар ма, ешқайсыны кешірмеймін деп WhatsApp-қа. жіберіп жатырмын ғой, енді барған екен айтамын ғой, дұрыстап түсіндіріп. Мен бір рет ағайын туған жинадым да, Алматыда ең жас үлкен мен болып қалдым. Енді 30-дай немерелер бар, келіндер бар. Соны отырдым да бәріне қарадым да айттым, мен бір шешім қабылдадым, енді мен ешқайсыңды ешқашан кешірмеймін деп. Бәрі үндемей қалды, мына ағамызға бірден істеп қойдық па, бізден көңіл қалды ма деген сияқты. Соңғы менен кейін інім отырды да бетіме қарап, неге екенін білуге бола ма деді. Айттым, өйткені мен сенің ешқайсыларыңа ешқашан ренжімеймін. Ренжімесем кешіріп қажетіне деп бәрі күле бастады. Содан кейін артынан әңгіме болды. Мен айттым, біздің атамыз, Шылғабай атамыз, өстіп шешеміз үйреткен ғой. Шынымен реніш деген ол жүректе қалады. Адам ренжімеу үйрену керек. Онда кешіріп қажет жоқ. Соны бағана мен шынықтыру үшін адамда бір, өйткені құрғаны естіген нәрсе адам миында қалмайды, істеген нәрсе қалады. Сонда үнемі сұрап, адам өзіңіз бақылап жүретін болса, шынымен ешкімге ренжімесең, саған кешіріп не қажеті бар. Егер сабаңнан шығып ешқашан ашуланбасаң, саған сабыр сақтап не қажеті бар. Солай ғой да? Басты ем, басты түсінік ол мида кетіп бара жатыр деп ойлаймын. Солай ма? Иә, солай екен. Солай. Басты денсаулық мына жерде. Сол. Мына Генри Форд деген атақты миллиардерден айтыпты. Егер сенің завод фабрикаң жанып кетсе, не істейсің дегенде айтады дейді. Мен еш қиналмаймын, 5 жылда қалпына келтіріп аламын. Менің байлығым менің заводым емес, менің байлығым менің басымдағы білім деп айтты дейді. Сондықтан Мираш, сенің денсаулығың мына басыңдағы жинаған білім. Сол арқылы дұрыс тамақтанып, көп қимылдап, ұйқыны уақытылы ұйықтап, химиядан адал болып, ешқандай стресс депрессияға түспесең, денсаулық өзінен-өзі келеді. Солай ғой? Иә, солай. Мен сол шаршай беретін едім. 2 күн шаршап жүрдім, ұйқым келіп отырды. Келген күн біз 12-де жаттықты, 5-те тұрдық қой, ұйқымыз қанбады. Одан кейін 2-ші күнде шаршай бердім. 3-ші күннен бастап уже жақсы бола бастадым. Тамақ ішкен жоқсың. Ішкен жоқ, қарным тоқ. Тамақ ішпейді, қарын тоқ, энергия деген ұрып тұр да? Бұрын осы видеолар көріп жүрмін ғой, бұрын келіп кеткендердің анадан жазылдым, мынадан жазылдым дегендерді. Солардың бірде-біреу айтады да, қарнымыз ашпайды, қарнымыз тоқ дейді. Мен өзім Шымкентте 7 күн ашқам, ашығатын орталыққа барып ше, денсаулығым қалпына келтірейін деп. Сол кезде бір күн сок береді, одан кейін тек қара су береді. Сонымен 7-8 күн жүресіз. Әлің құрып кетеді. Құрып кетеді. Мен ойбай, енді қиындау болады ғой деп ойлағам. Бұл шартта шығу. Условно, голодание, шартта шығу. Шындығында да қарын тамақ ішпейді. Адамның клеткасы тамақ ішеді. Ал жаңағы биенің сүті, түйенің сүті, ішкен смузиіңіз бірден клеткаға барады да. Бұл клеточное питание. Көріп тұрсыз ғой, энергия деген бойда тасып тұр. Ал қарын бос, өйткені тікелей клеткаға барып жатыр. Ол бір жағынан сауықтырады, бір жағынан асқазанның бәрін тазаланды. Тазаланды ғой. Ми тазаланды, тән тазаланды. Тазаланды. Мен сол жақта Шымкентте жүргенде қарным ашып 8-ші күніме бір помидор ма бір нәрсе берді, арбуз ба ұмытып қалдым. Өліп жедік қой соны, ойпырмай аштан келгендей болып. Ал қазір мына жерде жаңағы емделіп кеткендердің, сауығып кеткендердің айтатыны бар ғой. Ой, біз қарнымыз тоқ деп, сонда онша қалай болады дегенде онша сенген жоқпын да. Ал келген екен көрдім, мен тамақ ішіп алған адам сияқтымын. Бір түк қарның ашпайды ғой, тоқ сезім. Бір аштық сезім жоқ. Қарным тоқ. Шынымен түк тамақ бермей қойғанда, ол психически адамға стресске түсіреді. Ол да аштан өлесің деген сияқты стресске түсіресің. Ал бұл жерде ешқандай стресс жоқ. Қарнына ешқандай стресс болмайды. Жақсы, Мираш қарындасым. Енді осыны өмір бойы ұстанып, және де бала-шаға, әйел адам үйдің денсаулығы әйел адамға байланысты. Тамақты бар базардан, дүкеннен әкелетін әйел адам. Енді тек қана дұрыс тамақты әкеліп, дұрыс тамақ дайындап, үйде көңіл күйді келтіріп, және өзі қимылдап, спортпен айналысып, осы үйретілген нәрсенің бәрін ұстанса, отбасы ақырын соған тартылады. Солай ғой? Солай. Осы алған игілігіңді, денсаулықты бүкіл отбасына бұйыртсын, бәріне жұғысты болсын, денің сау болсын. Ары қарай осыны насихаттап, ұзақта бақуатты өмір сүруіңе тілектеспін. Сіздер де лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Осындай қазақтың батыр қыздары бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербете берсін. Жақсы сау болыңыз. Рахмет, әумин, айтқаныңыз келсін. Сіздің басыңыз аман болып, өзіңіз айтқан 120 жастан асыңыз. Тура осы күйіңізше. Көп рахмет.